Қайырлы күн достар, өте жұмсақ болып пісетін тауық аяқтарын үй жағдайында қалай маринадтап пісіру керек екенін көрсететін боламын. Алдымен шым-шым тұзымызды саламыз, одан кейін қара бұрышымызды және де тәтті ащы қызыл бұрыштарымызды саламыз. Және мен құрғақ сарымсақты пайдаландым. Тауыққа арналған өзінің приправалары бар, міне көріп тұрғандарыңыздай. Осыны пайдалансаңыздар да болады, басқа түрі де болады. Енді біз майонез қосатын боламыз. Мен 3 ас қасық майонез қолдандым. Менде 18-19 аяқ тауықтың аяқтары. Енді оны жақсылап қолымызбен араластырамыз, өйткені асты үстіне барлығы араласу керек. Сол кезде біздің пісіп жатқан тауық аяқтары сочный әрі өте жұмсақ болып пісетін болады. Бұл тауық аяқтарын қонақтарыңыз келгенде де ұялмай қоясыздар, және күнделікті кешкі асқа қасына гарнир жасап пісіріп берулеріңізге болады. Енді міне барлығын араластырып болдық. Енді ыдысымыздың қақпағын жауып, мен осылай кешке жасадым, таңертеңге дейін холодильникте тұрды. Бір-біріне сіңіп, өте иісі керемет болып шығады. Енді мен осылай фольганы алып, бастарын орайтын боламын. Мен өйткені қонаққа жасап жатырмын. Келген қонақтарым ұстап жеуге ыңғайлы болу үшін осылай жасаймын. Ал кейбір кісілер бұны піскеннен кейін барып орайды. Егер де фольга болмаса, міндетті емес орау. Дәл осы рецептпен тауықтың өзінде, тауықтың қанаттарында барлығын осылай маринадтасаңыздар болады. Бұл барлығына жарай береді. Сонымен қатар, тағы да үстінен лимон суын қосып жіберуге болады. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Міне осылай пергамент төсеп, үстінен тауық аяқтарын орналастырып саламыз. Міне қараңыздар, суы шығып, сочный болып пісіп жатыр. Біздің тауық аяқтарымыз дайын болып қалды. Міне қараңыздар, қызарып, әдемі жұмсақ болып піседі. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да түрлі үй жағдайында дайындалатын рецептер шығатын болады. Ас болсын.